Жәке міне машина почти қызып қалды, ана су 80-ге жақындап 70-тен асты. Газ қосылды. В общем, бәрі жақсы істеп тұр. Сметті өшіріп, смет жаққан жоқпын. Қазір поворотник қосам. Мін бастады. Дірілде бар. Өшірім, резко қояды. И мына жағы да дірілде бар уже. Трайт етіп отыр. Өшірім, қояды. Осы мына шек, осын жаққаннан кейін біраз уақытқа үшін жүреді. Поворотник жақпай біраз айдасам, уже өшкеннен кейін, одан кейін пайда болмайды қайтқанша. Қашан поворотник жаққанша. Енді burada мынау ауысты ішіндегі несі жаңа реле сондай болады екен, соны ауыстырды. Мотор обычно таза істеп тұрады осылай. Поворотник жаққаннан кейін бастайды трайт етіп. Сосын біз маслыларын не қылдықта, маслыдан ба деп, мына маслының бәрін тазаладық, маслын қатырдық. Мына касаны ауыстырдық мотордың. И мынау задний габариттерге кеткен каса, оны да ауыстырдық. Сол жақсақ трайт етіп. Мынау өзінің заводской тұрау дейін походу. Номерлеріне қарасақ, сондай секілді. Вайса четкий істеп тұрады. Мынам қосамыз, бастайды уже. Сырқ бастайды, трайт етіп. Өшіреміз, қояды. Жәке, ассалаумағалейкум. Қалайсыз, жақсысыз ба? Жәке, мынаны алдым, катушканың ең қымбатын. Іші мынандай бизнесқа дейді. И плюс на поворотникті де алдым да. Қазір нарадан поворотникті не қып көрем, салыпшы, жағып. Если бұдан қоймаса, катушканы ауыстырам. Бұғаннан кейін тағы видео түсіріп жіберем осыға. Жәке, мынаны шештім. Орнын қарсаңызшы, мынандай болып кеткен да. Может, бұдан емес па, массы өтпей қалып, кусып неге қарай, блокқа қарай. Қазір тазалайын деп жатырмын осыны. Жәке, новыйын салдым. Қыздырдым. Енді бір ұрды, тағы трайт етті. Алдыңғыдай сразу емес, но кішкене бар әлі.